Баршаңызға сәлем. Бүгін біз өте дәмді болып шығатын пирог дайындаймыз. Ең алдымен бізге сары май қажет, қант, жұмыртқа және ұн, разрыхитель керек. Граммдарын астына жазып қоятын боламын. Жұмыртқа, қант, май үшеуін миксерлеп аламыз, соңында ұн мен разрыхителімізді салатын боламыз. Жұмсақ қамыр болғаннан кейін холодильникке 30 минутқа салып алыңыздар. Дайын болған қамырымызды видеодағыдай формасын келтіріп жаямыз. Қамыр егерде қолдарыңызға жабысып жатса, аз-аздан ұн сепсеңіздер болады, бірақ көп ұн сеппеңіздер. Мен 22 диаметрлі формада пісірдім. Сіздер 24 диаметр формада пісірсеңіздер де болады. Осылай формасын келтіріп шығамыз. Енді үстінен жаңғағымыз бен мейізімізді шалып шығамыз. Жаңғақ пен мейізді салып болғаннан кейін үстінен три желанияның сгущенкасын құятын боламыз. Міндетті түрде осы сгущенканы қолданыңыздар. Басқасы болмайды, күйіп кетеді. Дайын болған пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 25 минуттай пісіреміз. Пирогымыз 25 минут пісіп шықты. Ең алдымен 10-15 минут суытамыз, сосын формасын алатын боламыз. Мүмкіндігінше холодильникте 4-5 сағат салып қойсаңыз, өте дәмді болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша пирогтың бетін сәндесеңіздер болады. Мен клубникамен сәндеп шықтым. Өте дәмді, дәмі аузында қалатын пирогымыз дайын. Балаларға да, үлкендерге қатты ұнайды. Жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жаңа рецептерді ең бірінші болып сіз көретін боласыз.